Нұрсұлтан Назарбаев Түркменстанның ел ағасы. Бүгін Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов ресми сапарымен барған мемлекет басшысына осындай марапат табыс етті. Тату көрші сенімді дос, стратегиялық әріптес саналатын Қазақстан-Түркменстан қатынасы одан әрі беки түспек. Келелі келіссөздер жүргізген президенттер екі ел үкіметіне әлеуетті барынша пайдалануды тапсырды. Жаһандық экономикалық ахуал шиеленісіп тұрғанда Қазақстан мен Түркменстан арасындағы көрсеткіш көш ілгері тұрып, алайда елбасы атқарылған істерге тоқмейілсімей есепті еселей түсуде тапсырды. Ашхабад түркменше сүйкімді қала деген мағынаны білдіреді. Ұлы керуен жолының бойында бой көтерген көне шаһар барша түркітілдес елдер үшін ежелді маңызды қоныс саналған. Елордамыз Астанада қытымыр аяз қаһарына мініп тұрған шақта мұнда сынап бағанасы 10 градустан жоғары. Мәртебелі меймандар қадам басар тұста қаладан мін таба алмайсыз. Ашхабадта бұл үшін бар күш жұмылдырылған. Орталық Азиядағы сенімді серіктес, стратегиялық әріптес саналатын Түркменстанға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен барды. Әлбетте, бұл Қазақстан президент ұшағының Ашхабад әуежайына алғашқы қонуы емес. Әр келелі кездесулердің өзіндік ерекшеліктері бар. Дегенмен, аталмыш сапардың саяси маңызы һәм мазмұны тереңде. Есігін айқара ашқан Оғызхан сарайында қазақ көшбасшысын Гурбангулы Бердімұхамедов төс қағыстыра қарсы алып барынша ілтипат көрсетті. Тараптар әуелі екеуара кездесіп, күн тәртібіндегі өзекті мәселелер төңірегінде сұхбат құрды. Екі ел арасындағы серіктестік жетістіктері де назардан тыс қалмады. Мәселен, ағымдағы жылдың 9 айында тауар айналым 407,9 миллион долларды құраса, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырсақ, көрсеткіш 23%-ға өскен. Қазақстан мен Түркменстанның халықаралық саясат мәселелеріндегі ұстанымдары ортақ. У нас есть хорошие резервы и потенциал. Вот накануне вашего визита была встреча деловых кругов, где они нашли много очень точек соприкосновения для увеличения объема товарооборота между нашими странами. Я хотел бы, пользуясь случаем, и вас поблагодарить, потому что на Бишеве очень много делаете. То есть тот ваш личный вклад для укрепления дружбы между Туркменистаном и Казахстаном. И вообще мы, конечно, придаем большое значение вашему визиту, потому что мы знаем то, что он даст такой хороший, большой импульс в конструктивизме межгосударственного диалога между Туркменистаном и Казахстаном. Мы придаем большое значение. Я думаю, наши отношения уже стоят в стратегическое партнерство, в условиях нашей независимости. И вот совместная комиссия говорит о том, что резервов очень много для этого. И это служит на благо обеих народов. В Казахстане туркменстановые народы относятся очень близким братьям. Вот Дни культуры Туркменистана и Казахстана это показало. И вот я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы еще больше поднять и торговые отношения, и политические, и культурные отношения. Қос ел басшылары кездесуді кеңейтілген құрамда жалғастырып, түйткілді мәселелердің түйінін тарқатты. Және бұл ретте Қазақстан мен Түркменстанның экономикасына оң әсер ететін бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды. Президенттер кездесуді бақылап отырған жүздеген тілшіні көп күттірместен бірлескен мәлімдемеге кезек берді. Жылы леппен басталған кездесудің жағымды жаңалықтары да көп болды. Түркменстан басшысы бұл тарапта қазақ көшбасшысының елеулі үлесіне орай келгенде алғысын білдіріп, екі елдің ұстанымы бір екенін тілге тиек етті. Особо отмечаю конструктивный предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Осуществлены крупномасштабные проекты с участием наших стран. Вы знаете, это газопровод Туркменистан-Китай, часть которого как раз-таки пролегла по территории Казахстана. И завершено строительство железнодорожной магистрали, это Казахстан, Туркменистан, Иран. И эти примеры показывают, вот какой мощный ресурс имеется сегодня у наших стран. Рас, еліміз ұстанған саясаттың басым бағыты транзиттік әлеуетті арттыруға негізделеді. Теңізге шығатын жол жоқ Қазақстан үшін өзге елдермен транзит мәселесін шешу күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Бұл кезекте Түркменстанға да үлкен басымдық беріліп отыр. Бір ғана мысал, Қазақстан мен Түркменстан арасындағы жолдың салынуына байланысты биыл тауар айналым 38%-ға артқан. Мұндай көрсеткіш бұрын соңды болған емес.
С его пуском уже в текущем году по итогам 8 месяцев грузопоток увеличился на 40%. А теперь вводится в действие туркменский-иранский участок этой дороги, который очень важен и для Туркменистана, и для Казахстана. И он будет важным для транзита российских грузов через нас. Железнодорожный путь Узен-Берекет-Горган позволит увеличить грузопоток наших стран как в северном, так и в южном направлении. Мы договорились и далее максимально эффективно использовать географическое положение наших стран в качестве моста транзитного между Европой и Азией. Қазақстан, Түркменстан және Иран аумағы арқылы өтетін бұл теміржол аталған елдердің шекарасы арқылы ең қысқа жолмен жүк тасымалын қамтамасыз етуге бірге мүмкіндік бермек. Сонымен қатар еліміздің Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізінің де орталық Азия елдері үшін де рөлі зор болмақ. Саяси сахнада сақа саясаткер деп танылған Нұрсұлтан Назарбаевты Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменстан халқы үлгі тұтатынын айтты. Нурсултан Абишевич, конечно, пользуется очень огромным уважением в Туркменистане. Мы высоко ценим его принципиальность, высокую ответственность, его государственную мудрость. И эти качества позволяют президенту Казахстана уверенно стоять во главе своей страны, вести народ Казахстана к новым успехам как в экономике, в социальной сфере, сохранять и укреплять стабильность и единство государства. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін жеткізе келе Түркменстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа екі елдің көкжиегін жаңа белеске шығарған үшін Түркменстанның ел ағасы деген кеуде белгісін табыстап, ұлттық киімін кигізді. Гурбангулы Бердімұхамедов сонау дипломатиялық байланыс орнаған жылдардан бастап Қазақстан президентінің тынымсыз еңбегіне тәнті екенін жеткізді. Нұрсұлтан Назарбаев тек Алаш елін ғана емес, барша түрік елдерінің қарқынды дамуына себепкер болған бірден-бір тұлға деп танимын деді ол. Нұрсұлтан Назарбаев осындай ерекше құрметке бөліп, барынша қошемет көрсеткен Түркменстан халқына өз рахметін білдірді. Және мұны бауырлас елдің құрмет көрсетуі деп білетінін жеткізіп, жаман туыстан жақсы көрші артық екендігін алға тартты. Я думаю, что это выражение чувства уважения нашему народу казахстанскому, казахскому народу. Сейчас время сложное. В мире происходят очень крупные события, которые приведут, я думаю, к крупным изменениям, как в экономической, так и политической архитектуре. В этих условиях не потерять государственность, не потерять свое лицо, культуру, свою истину очень важно. Это можно сделать только вместе, когда мы будем вместе. Вот мы проводим такую политику. Спасибо, друзья. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары енді Иранда жалғасатын болады. Елбасы ертең Қазақстан, Түркменстан және Иран аумағы арқылы өтетін Өзен-Берекет-Горган халықаралық теміржол магистралінің ашылуына қатысады деп жоспарлануда. Аталмыш теміржол желісі үш елдің жүк тасымалын арттырып, қазақстандық өнімдерді парсы шығанақ елдеріне жеткізуге мүмкіндік бермек. Тамыры тереңге ойлаған бұл ынтымақтастық тарих бетіндегі жаңа парақта алтын әріппен жазылатыны анық. Эльдар Бақпаев, Өмірбек Ізімов, Жанұзақ Боранбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Түркменстаннан.